құрметті әріптестер, бүгін сіздер экономикалық лицейге республикалық семинарға қош келдіңіздер. Енді біз әріптесіміз Жанар Аманова, мен Алия Хамитовна сіздерге оқу сауаттылығына байланысты шебер сынып көрсетуге шақырдық сіздерді қонаққа. Енді біздің бүгінгі шебер сыныбымыздың тақырыбы функционалдық оқу сауаттылығы өмірмен байланысты тапсырмалар деп алып отырмыз. Енді бұл сіздер білесіздер, біз барлықтарымыз пиза, ұлттық бірыңғай тестілеу, және өмірде қазір кез келген қызметке тұру, басқа да шараларға бір жерге шаруамен барсақ та біздің оқу сауаттылығымыз күнделікті өмірімізде маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Сол себептен және де сол ұлттық тестілеу, пизаға дайындыққа керекті материалдар бізде аздау, білесіздер, біз интернет платформалардан солардан дайындаламыз. Сол себепті біз 2023-2024 оқу жылында қазіргі талапқа сай аттестациямызға да байланысты болды. Авторлық бағдарлама құрастырдық. Авторлық бағдарламамыздың тақырыбы оқу сауаттылығы болды. Енді ол оқу сауаттылығы 34 сағатқа арналған. Лицейде бізде түрлі компоненттер бар. Лицей компонентіне бізде 1 сағат аптасына осы оқу сауаттылығына берілген. Бағдарлама 9-10 сынып оқушыларына. Жылына 34 сағат, аптасына 1 сағат. Енді сол авторлық бағдарламаның, енді оқу сауаттылығын бағдарламаны құрастырылған кезде біз және қазіргі кездегі заман талабына сай өзгермелі әлем дейміз ғой, соған байланыстырып алдық. Және де оқу сауаттылығы пиза тапсырмаларының күрделі деңгейлігіне бағытталды. Сол күрделі деңгейлерге байланысты қандай жауаптар, қандай сипаттамалар, соның бәрі барлық бағдарламаға енді. Енді бағдарламаға енген тақырыптар, ол өмірмен байланысты адам және табиғат, ұлы адамдардың өмірі, экологиялық мәселе, интернет жүйесіне байланысты бүгінгі күндегі тәрбиедегі проблемалар, қазіргі біртұтас тәрбиемізге байланысты, абай іліміне байланысты толық адам ілімін басшылыққа ала отырып, тәрбиелік мәні зор да мәтіндер кірді. Ол мәтіндерді жай ғана мәтіндер кіргізбей, ол мәтіндермен түрлі жұмыс түрлері, күнделікті сабақ жоспары сияқты, сабақтың разработкасы сияқты қылып жасалынды. Соны енді бүгін сіздермен сол бір сәттік сабағымызбен бөлісуге сіздерді қонаққа шақырып отырмыз. Енді бұл жерде айта кететін мәселе, неге біз бұл оқу сауаттылығына байланысты бүгін шебер сынып беріп жатырмыз. Енді біз былтыр лицей Қазақстан бойынша пизалық тестілеуге түстік. Халықаралық, барларыңыз білесіздер, барлықтарыңыз жұмыс беріп жүрсіздер. Енді Қазақстан бойынша 386% болса, оқу сауаттылығы, лицейдің көрсеткіші 508. Математикалық сауаттылық бойынша 425 болса, лицейдікі 533. Жаратылыстану ғылыми сауаттылық бойынша 423 болса, Қазақстан бойынша лицейдікі 489. Егер де пизаға балаларды дайындап, қорытындысын қараған ұстаздар болса, халықаралық осы сауаттылықтарға байланысты деңгейден де лицейдің сауаттылықтары жоғары көрсетіліп тұр. Сол себептен біз бүгін сіздермен оқу сауаттылығымен бөлісіп жатырмыз. Енді осы тікелей шебер сыныбымызға кірісейік. Бүгін сіздерді біз топқа бөліп отырғыздық. Бір топ зерттеуші, құрастырушы, бағалаушы. Алдарыңызда сіздерге тапсырма берілген. Енді біз балалармен жұмыс істейтін сабақ фрагментін көрсетіп отырғанда, балаларға бізге сабаққа енгізу сәтін кірістіреміз. Соған байланысты сіздерге сабақтың тақырыбын, сабақта болатын материалдардың мақсат міндеттерін өздері анықтау үшін біз балаларға енгізу сәтін жоспарлаймыз. Ал сіздермен біз осы оқу сауаттылығына байланысты енгізу сәтін кіргізіп тұрмыз бүгінгі шебер сыныпқа. Сонымен жұмыс істесеңіздер. Қош келдіңіздер, құрметті әріптестер. Енді биылғы оқу жылында жасанды интеллектке көп көңіл бөліп жатыр. Сондықтан да біз өз сабақтарымызда балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында көбінесе осындай жасанды интеллекттерді жиі пайдаланамыз. Соның бірі Gemini'дан сіздермен бірге тақырыпты болжап көрейік. Қазір мен сіздерге осы оқу сауаттылығына байланысты сұрақтар қойсам, сіздер белсенді түрде жауап берсеңіздер жақсы болады. Бірінші, оқу сауаттылығының негізгі мақсаты не? Ақпаратты түсіну және талдау. Жақсы. Келесі сұрақ, мәтіндегі негізгі ой дегеніміз не? Автордың жеткізгісі келген басты түйіні. Келесі,
Үшінші сұрақ. Сыни тұрғыдан ойлау оқу сауаттылығында не үшін қажет дейді? Факті мен пікірді ажырату үшін. Келесі сұрақ. Тұтас емес мәтіндерге не жатады? Өте дұрыс айтасыздар. Келесі сұрақ. Мәтін бойынша болжам жасау дағдысы қашан қолданылады? Оқу кезінде және оқығанға дейін. Келесі сұрақ. Мәтіннің стилін қалай анықтаймыз? Мақсаты мен тілдік ерекшелігіне қарай. Дұрыс айтасыздар. Келесі сұрақ. PISA зерттеуінде оқу сауаттылығын қалай бағаланады? Функционалдық сауаттылық ретінде. Дұрыс айтасыздар. Келесі. Мәтіндегі ақпаратты интерпретациялау деген не? Жасырын мағынаны ашу және түсіндіру. Енді 9-шы сұрақ. Рефлексия кезінде оқушы. Дұрыс айтасыздар. Өз тәжірибесіне байланыстырып баға беру. Егер суретке қазір көңіл аударсаңыздар, бұл жерде компьютерге байланысты сұрақ. Неге бұл актуалды тақырыптардың бірі? Құттықтаймын, барлық сұрақтардан нәтижелі өттіңіздер. Енді алдарыңызда сіздерге тапсырмалар үлестірілді. Әр топқа, зерттеуші. Суретте сіздердің міндеттеріңіз не істейді әр топ? Ол туралы да жазылған. Сіздердің мақсаттарыңыз зерттеуші. Сіздер ақпаратты жинап талдайсыздар, құрастырушылар идеяларды топтастырып және ұсынасыздар. Бағалаушы топ сіздерге де тапсырма берілген. Енді мәтіндер неге? Осы интернетке және микропластикке байланысты, өйткені бұл қазіргі таңда өзекті тақырыптардың бірі болған алынды. Сіздер мұқият боласыздар, өйткені екі топтың жұмыстарына баға бересіздер. Одан кейін әріптестер, жаңағы топтық тапсырмаларды орындап біткеннен кейін топтар бір-бірлеріңізді бағалайсыздар, сондықтан да бір-бірлеріңіздің жұмыстарыңызға мұқият болсаңыздар. Ыңғайлы болса, орнынан айтып берулеріңіз болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай еркін жұмыс істеңіздер. Бүгін оқушының рөлінде болайық. Бізге мынандай мәтіндерді интернеттің көрген салмағы деген. Шынымен интернетті көрген салмағын білмейді екенбіз. Мына арқылы солай екен ғой деп отырмыз. Мына жерде енді мәтіннен алған дерек бойынша интернет не ретінде қабылданады? Айта беріңіздер, айтыңыздар. Интернетті бұлтты технология деп қабылдап жатырмыз. Бұлтты технология. Себебі әр қаралған видео, хат, бұның бәрінің өзінің салмағы бар екен. Дата орталықтардың қызметі ең өзінің ойын жарататын қасындағы әріптесімен электр энергияны қатты тұтынады екен. Одан кейін бюджетте мәтіннен алынған дерек жазылды. IT сектор технология әсер етті. IT сектор әлемдегі барлық жаңағы памяттік газдардың 2-4% бөледі. Ол бүкіл әлемдік авиация саласын шығарындыларымен тегекен. Netflix мысалы дейді, бұл Netflix арқылы 30 минуттық видео көріп, $1 мен $6 килограмм көмірқыш отызын бөлінеді дейді. Бұл автокөлікпен 6 шақырым жүргенмен тең шақырым. Келесі екінші тапсырманы зерттеуге болады. Зерттеуші сұрақ құрастыру. Мәтін негізінде екі сұрақ құрастыру. Мына жерде бір сұрақ мысалы ретінде интернет қорлары экологияға қалай әсер етеді. Кейбір келесі сұрақтан екі сұрағымызда негізі осы бағытта құралды. Соның бірінші сұрағы интернет инфрақұрылымынан шығатын зиянды газдарды азайту үшін қандай тиімді әдістер қолдануға болады деп.
және екінші сұрақ болашақта интернет технологияларын экологияға зиянсыз ету үшін қандай инновациялар керек деп. Жаңа мына жерде біз айтып кеттік қой, видео көрсеңіздер, видео қай жерден соның өзінде бір видеоны қарасаңыздар, 18 видео қарасаңыздар, бірде 1,6 килограмм шығады. Біз оны бұрын білген жоқпыз, иә. Сол себепті біз осылай табиғатпен байланысты зерттеу сұраған. Келесі сұрақ қойып жатқанда, үшінші тапсырманың біздің сұрақтарымызға біраз жақын екенін білген жоқпыз. Үшінші тапсырма оқи келе, екінші, үшінші тапсырма бір-біріне сабақтас екенін айтады. Себебі үшінші тапсырмада сыни ойлау жағынан бізге айтқан, егер әлем халқы жаппай цифрлыққа таратылса, яғни керек емес хаттарды өшірсе, видео санын азайтса, қарамаса, бұл жаһандық жылынуды тоқтата ала ма? Өз жауабыңызды мәтіндегі фактілермен дәлелдеңіз. Біз бұның бірнеше оң әсерін де таптық, кері әсерін де таптық. Бірінші жақсысын бастайық, жақсы жақтары бұл жерде электр энергиясы үнемделеді, жаңағы өзіміздің өмірлік энергиямызға аз жұмсалады. Себебі қазір өздеріңіз ұйықтауға жатсаңыздар да не істейсіздер? 1 сағат телефон қарайсыздар, барлығына қайырлы түндер жазып шығасыздар, сондай қараймыз, иә. Кейбіреуімізден жазып тұрмыз, сондай дүние, иә. Сонымен келесі өзіміздің энергиямызды жаңағы артады және адам денсаулығына да оң әсері болады. Мысалы, көз жануарларымызға кейде егер қарап отырып, сіздер мысалы дастархан басында видео қарап отырсаңыздар, қанша тамақ жеп қойғанымызды білмейміз, немесе жемегенімізді балалар білмей қалады. Сол сияқты кері әсері менің ойымша қазір біз неше түрлі ақпарат алып жатырмыз, жеткілікті ала алмай қаламыз деп ойлаймыз. Сол ақпаратты және IT мамандарына да қиындау болады деп ойлаймыз. Жалпы әлеуметтік желіні көруді азайту, видео санын азайту, жаңағы 30 минуттық видео деген мысалы қысқартқанда 10-15 минутқа. Кез келген нәрсені азайту керек деп интернетте өзіміздің денсаулығымызға үшін де жаңағы жаһандық жолды тоқтату үшін қадамдардың бірі болып саналады. Сіздердің мәтіндеріңізде интернеттің салмағы формуламен беріліп тұр, иә, химиялық. Оқушылармен жұмыс істегенде олар енді біз тіл мамандары болғасын, оған біз жұмыс қоспадық. Оқушылармен жұмыс істеген кезде олар химияны барын оқиды, сол себептен олар сол бір видеоны көрген кезде бізге қаншалықты зиян болатынын химиялық формула арқылы салмағын шығарып санап береді сабақта. Ал біз тіл мамандары оған кішкене бізге ауырлау. Сондықтан біз ол тапсырманы алмадық, а балалар оны санай алады. Келесі топ. Косметикалық немесе жуғыш заттарда әдейі қосылатын түйіршіктер, екіншісі үлкен пластиктардың қалдықтары, яғни көтектер бар, пакеттер, солардың барлығы күн сәулесімен судың әсерінен ыдырайды, жаңағы өсімдікке енеді, ауаға тарайды, сонымен бірге біздің жаңағы ағзамызға енеді. Енді таралуы қай жерде кездеседі? Мұнда мәтінде жазылған мұхит түбінен бастап Эверест шыңына дейін таралып үлгергенін айтады дейді. Енді қазіргі заманда айтсақ, бұл қазір бүкіл жерде бар десек болады. Бүкіл біздің қоршаған ортамыздың жан-жағымыздың бәрі пластикпен болады. Күнде ішіп отырған не сіздер берген суда пластик, иә? Яғни қолданып жүрген косметикада да бар, қолданып жүрген порошок, тіс жаңағы пасталардың ішіне де қосылған. Яғни пластиксіз қазір біздің өмірімізде жоқ деп айта алмаймыз. Бүкіл жерде, яғни таралып, адамның денсаулығына да, қоршаған ортаға да үлкен зиянын көрінбей бізге беріп отыр. Бұдан біз қандай салдар шығады дейді, адам менен табиғатқа әсері. Ең бірінші табиғатқа әсері жалпы экожүйе бұзылады. Экожүйеге оған су экожүйесі бұзылады, ауа ластанады, жаңа айтып кетті ғой, бірінші себебінде таралуында
күннің көзінен ыдырағаннан пайда болады деп. Ыдыраған кезде пластиктер микротүйіршіктер бөлінеді кезде ауаға, ол ауаны біз жұтамыз. Енді адам организміне еніп улайды, адам ауру туғызады дедік. Бұл адамның организмінде екі түрлі жолменен екен, біріншісі ас арқылы, екіншісі адам арқылы. Ой, ауа арқылы, кешіріңіздер. Ауа арқылысы міне айтып кеткендей жаңа әріптестер міндетті түрде түйіршіктер, микропластиктер түйіршіктері ауа арқылы жұтамыз, демаламыз, содан біздің организмге түсетін қанымыз бар. Ал екіншіден ас арқылы дегенде оны да айтып жатырмыз, күнделікті пайдаланып жүрген барлық ыдыстарымыз бір реттік ыдыстардан бастап үйде қолданып жүрген ыдыс жуатын тіпті ыдыстарымызда қолданып жүрген микротолқынды пешке қоятын ыдыстарымызда кейбіреуімізді жарай береді деп пайдаланамыз, соның барлығынан токсиндік заттар бөліп адамды бұзып жатыр. Екінші қоғамда бұрын совет үкіметі кезінде пластик қолданбадық қой. Бүкіл ішетін суымыздан бастап лимонадымызда, сүтімізде бәрі шымылдықта болды. Тіпті шампуньіміздің өзі шымылдықта болды. Қазір енді дамыған заманда үкімет бұны біле тұра қаншалықты зиян екенін білсе де бәрібір пластикке өндіріп жатыр, жол беріп жатыр. Енді бұл мәселені маркетинг қой. Ол дамымаса біз экономика дамымайды. Ол және бір жағынан қолайлы болып тұр ғой, ары бері тасымалға да қолайлы. Сондықтан соған жол беруге. Пластик жердің астына көміп тастағанның өзінде қанша жылдар жойылмайды. Тіпті темірдің өзі жойып кетеміз, бірақ пластик сонша жылдар бойы жатыр. Яғни бұл жерде пиза дағдысы дейді ақпараттық құрылымдар. Білім алушы мәтінді оқып отырған кезде пиза кезде қажетті ақпаратты тауып ала алу. Енді және сіздердің айта кеткендеріңізде мен қорытындылап кетейін, пластикті орташа статистикалық адам деп айтты әріптестерім, аптасына 5 грамм пластик жұтады екен дейді. Ол біздің мынадай картамыз бар ғой, ақша алатын, сол пластикалық картамызға тең екен. Енді ойлаңыздар, 5 грамм болса, апта сайын бір пластикалық карта жұтса, енді бірінің үстіне бірін қойсаңыз, бір айда қанша пластикалық карта шығады. А жылына ол қаншама пластик біз жұтамыз. Сонда оқушыға ой келеді, мысалы арасында неше түрлі кейін ғалымдар шығады, түрлі зерттеушілер шығады. Мүмкін осы біздің бір жай сабағымыздың өзінен ой түйіндеп болашақта пайдаланады деген оймен осындай тақырыптарды алдық. Бүгін өзі оқу бағдарламасынан, оқу сауаттылығынан тақырыптар біз ұлы адамдарды алуға болдық. Біздің мәдениетімізге байланысты ойланып қарадық та, балалар үшін актуалды, маңызды, өзекті тақырып болғандықтан осы екі тақырыпты алып сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Рахмет сіздерге. Ескеріп, ең бірінші өзіміздің тапсырмамызды айтатын болсақ, бізге бірінші тапсырма шешім ұсыну деген тапсырма беріліпті, яғни мәселе деп тұр интернет плюс микропластик. Бірінші интернетте қандай мәселе? Ол әрине ауаны ластау, екіншіден микропластик, ол жаңағы біздің экологиямызды ластау. Экология ластау ол тіпті мұхиттан балыққа дейін. Оның бірінші асқазанымызға кіріп жатыр дейміз, балықты да біз жейміз, яғни кез келген жақтан, тіпті ауадан болсын, жан жануарлардан болсын, теңіздің өзін таза деп жатсақ, ол балықтардың ішіндегі микропластиктар жеткен. Яғни мәселе ол біздің екі жақтың мәтіндері де біздің немізге денсаулығымызға әсер етеді деген сөз екен. Ортақ шешім, біз қандай ортақ шешімге келдік? Яғни саналы тұтыну. Кез келген нәрсенің шегі қадырып жатамыз ғой, мысалы алдымызға бутылканы берді. Біз оны саналы тұтынып, әрине далаға нәрсе салмаймыз, оны кәдімгі осы қоқыс жәшікке тастаймыз. Қоқыс жәшікті не істейді? Оны өртейді, мысалы. Яғни өңдеу арқылы саналы тұтынып, оны біз миымызды іске асырып, қоқыс жәшігіне тастаймыз. Сондай ортақ шешімді ұсына аламыз. Және де экологияны тазарту арқылы осылай ортақ шешімге саналы ұсына аламыз. Екі топты тыңдайтын кезде, біз екі топқа да тең деген неге келдік шешімге. Соның ішінде тоқтала кетсек, ең бірінші интернетте көріп жатқан салмағын айта кетті ғой. Сіздер жақсы
өзекті мәселелерді соның ішінде қалай үнемдеу керек, ол қалай адамның денсаулығына әсер етеді, жаңағы телефонды көріп отырып адамдар көп тамақ жеп, сондықтан оның қазіргі балаларда да бар ғой, семіздікке күресіп жатыр ғой, бүкіл әлем бойынша балаларда салмақ көбейіп жатыр. Сол мәселені айта кеткенімізде, одан кейін жаңағы видео санын азайту керек, жәнедегі интернетте отыру, мәдениетін қалыптастыру керек қой, бүкіл кішкентай бірінші класстан бастап үйде үлкендерге дейін соны қосып отырмыз сіздерге ұсыныс ретінде. Одан кейін жаңағы сіздер ең бірінші жаңа мәтінге түсіндірме жақсылап жүргізіп кеттіңіздер, жаңағы мәтіннің берілген тапсырма бойынша, иә, көрген видеолар, хабарламалар, электр энергиясына әсер етеді деген сияқты барлығы бізге өте ұнады, дәлелдей алдыңыздар. Екінші топта қатысушы топ, жаңағы косметикалардан, жуық заттардан, жаңағы қалдықтардың мүмкіндігінен бастап, жаңағы елдес шыңына дейін таралғандығы туралы жақсы бізге баяндап бере алдыңыздар, және өздеріңіздің позицияларыңызды дәлелдей алдыңыздар. Бұл екі мәселеде қазіргі таңда өте өзекті мәселе. Интернетте жаңағы микропластиктар өзіміздің тұтынып жүрген қазіргі кезде көбіне тұтынып жүрген өнімдеріміз ғой. Енді бізде мына жерде екі топқа баға беріп, олардың нақтырақ дәлелдерді және сіздер айтып кеттіңіздер ғой. Мына біз бұрынғы заманда мысалы шыны ыдысты пайдаланатынбыз, қазір пластикке көшіп кеттік деп. Соның салдарынан енді өзіміздің денсаулығымызға әсер етіп жатыр. Енді оны жақсарту үшін қайтадан шыны ыдысқа көшу керек пе деген сияқты сауал тастап кеттіңіздер. Екі топқа да әділ баға беріңіздер. Екі топты да тең деп ойлаймыз. Ең өзекті мәселе деп ойлаймыз. Өзіміздің қосатынымыз сол жаңағы денсаулығымызды жақсарту керек, экологиямызды тазарту керекпіз, және де қоршаған ортаға зиян келтірмеу керек. Оқушыларға соны үйрету керек. Жаңағы дамыған елдердегі сияқты мұсыр қалдықтарын өңдеуді жасауымыз керек қой. Пластикқа, шыныға, тамаққа тастап. Қазіргі кезде оқушылардың үлкендеріміздің өзі тамақпен мұсыр қалдықтарын бірге тастайды. Көбінесе үлкендеріміз ғана обал дегеніміздер, енді айтып жатыр ғой аналарымыз. Құстар жесін, иттер жесін бөлек тастап, көбінесе жастар ол мәдениетті білмейді. Экологиялық этиканы қалыптастыруымыз керек деп. Қазір біз айта алмаймыз ғой, пластикадан бас тартайық деп, иә. Өйткені бүкіл жерде әлемде пластик бар. Мейлінше азық-түліктерді өзімізге салatan пакеттердің өзі микроволновкаға салсаңыз қойсыз, оның өзінің барлық организмімізге әсер етеді екен. Дәл мысалы краб пакеттарды қазір көбіне фастфуд жақта ол жақсы дамыған деген бар ғой, краб пакеттарға бізге салып береді, иә. Яғни сондай өзіміздің экологиялық әдебімізді сақтасақ деген ұсыныс айтар едім. Екі топтың да бағалаушы ретінде өте жақсы деңгейде өздері ойларын қорғап шықты деп айта аламыз.